Қазіргі таңда мына Қазақстан коронавирус таралуы қауіпті жоғарыланып тұрған жағдай болып тұр. Әзіргі заманда көптеген халқымызда ауырып, осы індеттен тіпті өмірінен айырылып жатқандар да бар. Және де көптеген аймақтарда, Қазақстан жерінде де көптеген сандарда ай сайын көбейіп тұр. Соған байланысты бұған енді бірден-бір осыны жағдайды тежеп азайтудың жолы сол вакцина жасау, вакцина салу. Өз басым осы жазда, шілденің басында вакцинаға салуды өзіме қойдым міндет ретінде. Отбасымда да, балаларыма да алғыздым. Енді бұл бәрімізге де керек деп ойлаймын. Өзіміздің өміріміз үшін, қасымыздағы жақындарымыз үшін, бірге істеп жүрген коллегаларымыз үшін, тіпті осы ортадағы халықпен бірге ортаға барамыз ғой, әлеуметтік ортаға да. Бәріне де керек, әр адам өз басынан бастау керек деп ойлаймын. Вакцина салу өте бір қорқынышты емес, дәрігермен кеңесіп, алсақ өзі жағдайыңызға қарап өзі айтады, бола ма, болмай ма деп. Өте бір қорқынышты жағдай емес деп санаймын өз басым. Сол біздің еліміз үшін, жеріміз үшін, халқымыз үшін, қазағымыздың халқы өте аз ғой. Сол үшін біз енді халқымыздың жан санын сақтап қалу үшін де осы вакцина салу өте маңызды деп өз басым солай деп санаймын.